Әжінау қандай ойын? Сандық деген болады. Бұны атам заманда үстіне жүк жинайтын болған. Ертеден қоюды барлық заттарға пайдаланады. Мынау қошқар мүйіз деген қою әдемі болу үшін өстіп қою жапсыратын болған. Әже, мынау қандай әдемі көрпеше? Бұны құрақ көрпеше дейді. Бұл 4 бағытта құралған. Құрақ тіктім. Бұны құрасаң құралады деген мағынада, ұрпағымыз көбейсін деген мағынада тіктім. Мынау аятай, мынау бесік, атам заманнан балдарды бұған жылы болу үшін, таза болу үшін бөлейді. Мынау екеуі жапқышы, мынау қолбау деген болады, баланың белінен байлайтын. Мынау астына салған бөстегі, бұны да әдем болсын деп құрақ тіктім. Әже, мынау қандай сүлгі? Бұл қоржын деп аталады. Бұған да мынандай қошқар мүйізбенен тіктім. Орны қазақ халқы үшін орны ерекше. Қазақтың ұлттық нақышы.